Сәлем достар, Настока World ардасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде Қолғанат қыздың, яғни 3-ші бөлімі. Арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписканы басып, мені 405-ге жеткізіп тастаңыздар. Енше біз сериалымызды басайық. Жақсы болды. Анамның құрбасы келмейтіні де. Мә, уже кеште таяды ғой. Енді мен тездетіп тамақ жасайын, әйтпесе қазір шығады ғой. Неге тамақ жасамағансың деп ше. Нервімді қоздырып вообще-то. Кеш батқан соң. Мә, қарным ашып, тұрше жұмысын шашырап келдім. Мә саған светтерді вообще-то неге қоспаған? Жынды ма? Оларға да еткеней. Айке. Неге телевизор істемей тұр? Өзім де білмеймін. Так, көріңші. Міне істеді. Қызыр, тамақтайын ба? Жолдайын емес. Не болды тағы? Ой, анашым ғой. Не? Ол тағы тиісті ме саған? Мен оған қанша рет айтам, тиіспе деп қызыма. Ол қазір ұйықтап жатыр. Не? Ұйықтап жатқан несі? Қазір оның жаны шығарамын мен. Ей, тұр бол тез. Жынды ма? Кешкі тамақ жасамайсың ба? Не болды саған? Сонша ұрсып, тіпті айғайлап жібердің ғой. Бір тәтті түс көріп жатыр едім. Атыңның басына түс көр. Тамақ жасамайсың ба кішкене? Қарны ашып келді ғой. Қызымызы жасаймайын тамақты, Бар өзің жаса. Немене? Тек қана қызым баны жасай беру керек пе? Кішкене ол да демалсын да? Бар тамақты жаса, бол тез нервыма тимей. Қарашы өзін. Нервға тиіп бітті ғой. Бар қазір киімімді ауыстырып, телевизор көргенше дейін тамақ дайын болсын. Так, 10 минуттың ішінде дайын болсын. Жоқ. Так, 2 минуттың ішінде дайын болсын. Не, сен таза қуасың ба? Мен 2 минуттың ішінде қалай үлгерем тамақ жасап? Еще так, неге қызың жасамайды? Ол вообще-то отыр ғой, телевизор таңғырлатып. Қызымды олай вообще-то олай деуші болма. Если честно, вообще-то ол менің қызым, и және ол таңертең мені жұмысқа шығарып салды. Еще сен құрбыңды шақырыпсың. Ал сен оның барын қайдан білесің? Түсінікті болды. Ана қыз айтып берген шығар, айтсайын, менің өшіп қалды, маған ұрсып жатқаным қайда. Доғар болды, кімнің айтқанды не шаруаң бар, Бар оның тамақты жаса. Қазір 2 минуттың ішінде дайын болсан. Немене сөзді көбейтіп жібердің, ұятсыз. Ұятсыз деп қояды ғой, мақұл. Киімімді киіп алайыншы енді. Бол. Ки бол тез киіміңді. Жынды ғой. Маған ұрсып берген ес. Қызың дайындамай ма? Қызың тамақтат деді ғой. Неге мен тамағымды сағынып қалдың бәле? Сөзді доғар бол тез. Жақсы. Тез тамағыңды жасап берейінші, қоймадың ғой тегі. Сізге ұрсып бердім. Мен жақсы болды ғой бір ұрысқаны. Қазір рахаттанып көргім келіп тұршы. Жақсы болды сізге ұрысқаны. Мен негізі айтқым келмеген етін. Айта бер. Құрбым келмепті ғой, неге айтпағансың? Келмедім. Атмен ақылдырып тастап, енді өзің же. Тамағыңды тәттің қуалымен баған ұрсып бердің ғой маған. Енді көр, ана әкемнің мінезін білесіз ғой, қандай жаман екенін. Білеміз ғой, жарайды, мен көпшілік кет тамақ жасайын. Осы ше
маған жетті. Осы қыз екеуі бірігіп алатын сияқты ма? Әйтеуір бірігіп алады тұрады. Мен жалғыз осы үйде тұрып жатқандай тегі. Қарашы міне. Маған жұмыс тауып берді. Не бір қызметші жалдауға болады ғой. Осы жынды болып біттік әйтеуір. Ой, мені жеп тауысты ма? Ал жарайды, мен тамақ ішпей-ақ қояйыншы. Қызым мен әкесінің қарны тоқ болса болды мен үшін. Не берем бұларға? Шайды таусылыпты ал керек болса енесеме барып алып келейін құрсын. Бәсе мен де қатырамын ғой. Үйге көшіп келгеніміз кеше ғана коробкада мына шайнекті тауып алдым. Шайнекті шығармаппын ғой. Менде жындымын бар ғой кейде. Кішкене ашуым бұзылып кете ме, әлде құтылып кете ме, бірден кеше. Міне шайларын қойып берейінші. Әйтеуір осылардың қарны тоқ болса болды мен үшін. Мен ішпей-ақ қояйын тамақты. Ал болды, тамақ жасап бердім. Осылар жынды болайын депті. Қарашы енді. Қызыма айғайлап ұрсып берген ғой, жынды адам сияқты. Ашым қайнап кетті ғой тегім. Көп ашуланып кеттім бе? Түсінбей қалдым ғой. Ой, қызым істеп отырсың күліп. Жай ештеңке болған жоқ. Жақсы онда. Анам тамақ дайындаған шығар жүріңіз. Ал сонымен тамақ дайындадың ба? Иә. Ал неге өзіңізге тамақ жоқ? Ой, тамақ жетпей қалды, жасамаймын. Мен одан да телевизор қарап отыра берейін. Тамақтарын іше беріңдер. Жақсы онда. Анама жаман ұрсыпсыз ғой. Енді ұрыспағанын не істеймін? Қызыма ұрсып берген ғой. Сенен аяймын ба осы? Слишком мақтау жібердіңіз ғой мені. Енді мақтауға тұрарлықтай ғой енді. Қызым. Жарайды. Ал мен болдым. Енді анам өзі жинайтын шығар. Иә, жүр екеуміз саба әңгімелесейік. Әрине әңгімелесейік. Неге әңгімелеспеске? Жақсы. Тамақтарыңды ішіп болдыңдар ма уже? Иә, ішіп болдық. Соны айтам. Жарайды. Бір мәселе бар еді. Қандай мәселе ол? Иә, соны айтам, қандай мәселе? Енді қалай айтсам екен еді? Сен ғана жұмыс істей бересің бе әкесі? Енді қызымызда жұмыс істесін. Болды, уже үлкен қыз болды ғой енді. Иә, анам дұрыс айтады. Өзімде жұмыс істегім келіп жүр. Қайдағы жұмысты айтып тұрсың сен, қуасың ба сен? Бұл мен үшін әлі кішкентай ғой. Сен қуасың ба? Қызым, сен жұмыс жасамайсың. Анаң айтып жүрген жұмыс жасашы, анам мынау деп. Жоқ. Анам да айтып жүр, мен де айтып жүрмін анама дегенде ғой. Жоқ қызым, болмайды. Сен мен үшін кішкентайсың. Анаң үшін де мен үшін кішкентайсың ғой. Бұл сен жұмыс жасамайсың. Керек болса анаң жұмыс істесін. Не? Иә, сен жұмыс істемейсің бе? Қайта жақсы ғой. Сен де мен де жұмыс жасаймын.
сен де құр отыра берген құр отыра бермесейдің